Аша Матай Косылайыққа жүргізуші болып келмек. Косылайық реалити шоуының бірінші маусымының жүргізушісі Аша Матай Альмира мен Бауыржанның орнына қазіргі Косылайықтың жүргізушісі болғысы келеді ме? Диана Скатова телебағдарламадан неге кетті? Сұлтанның бұған не қатысы бар? Осы және өзге де жаңалықтарды бүгінгі видеода айтамыз. Осы аптада Шахкерім Мырза мен Аша Матай Алматы қаласындағы дәмханалардың бірінде тележүргізушілік туралы сөйлесіп, келіссөздер жүргізді. Интрига ретінде олар Аша Матай ханымның телебағдарлама жүргізгісі келетінін ашық айтты. Әлеуметтік желіде Аша Матай мені тележобалардың бірінен көре аласыздар деп хабарлады. Бірақ ол реалити шоудың жүргізушісімін деп айтпаса да, Косылайықты тұспалдап айтты. Яғни бұдан не көруге болады? Жақында Аша Матай Бутебай мен Косылайық жобасын жүргізбекші. Осыдан бірер жыл бұрын Аша Матай Косылайықтан декретке кеткен болатын. Оның орнына алдымен Майя Веронская, кейін Диана Скатова келді. Ал осы уақытқа дейін бұл жобаның жетекшісі Диана болды. Өздеріңіз білесіздер, Альмира Асхатқызы осы тележобада бірнеше жылдан бері бас редактор болып жұмыс істейді. Альмира ханым редакторлық жұмысын жалғастырады. Бұл туралы олар ресми түрде жарияламаса да, әлеуметтік желілерде айтылып жатыр. Айта кетейік, әлеуметтік желі қолданушылары Косылайық шоуының жаңа маусымын жүргізген Диананың жүргізушілікке қайта оралуын сұрап жатыр. Бірақ Диана Скатова бұл тележобадағы жұмысын аяқтағаны туралы ресми мәлімдеме жасаған болатын.